Баспана мәселесі қазір елімізде өткір тұрған өзек мәселелердің бірі болып саналады. Әсіресе ірі қалалардан пәтер сатып алу өте қиын, өйткені үйдің бағасы өте қымбатты. Бұның өзі жалақымен жан бағып отырған адамдар үшін қол жетпейтін арман сияқты болып тұр қазір. Осындай жағдайда көп адамдар банктерден ипотекалық кредит алып, оны еселеп қайтарып баспаналы болып жатады. Бірақ та бұған да екінің бірінің шамасы жете қоймайды, өйткені банктен кредит алу оңай шаруа емес. Олар ең алдымен отбасы мүшелерінің табысына қарайды. Егер табысыңыз кредитті жабуға жетпей жатса, онда кредит ала алмайсыз. Осындай жағдайда не істеу қажет? Пәтер сатып алудың қазір біраз тәсілдері бар. Соның ішіндегі ең оңтайлысы, менің пікірімше, жеке пікірімше, тұрғын үй кооперативтері арқылы үй сатып алу. Бұның оңтайлы жағы, сізден ешқандай да банктен ипотека алғандай бас артық құжат талап етілмейді, гарант сұрамайды, табысыңа да көп қарамайды. Ең бастысы, алғашқы жарнаңды төлеп, содан кейін кезегің келгенде қажетті соманы қайтарып отырсаң болды. Тұрғын үй кооперативінің ең осал тұсы және жұртқа ұнамайтын жағы кезекке тұру. Алғашқы жарнаңды алғаннан кейін біраз уақыт кезек күтуге тура келеді. Жұрттың көбі осыдан қашады. Тағы бір осал жағы, тұрғын үй кооперативтерін ашып, халықтан алдап ақша алып қашып кетіп жатқан алаяқтар көп қазір. Сондайлардан зардап шеккен жұрттың көпшілігі кооператив десе күдікпен қарап жатады. Бірақ та кооперативтердің бәрі бірдей алаяқ емес, олардың арасында жақсы жұмыс істеп тұрған сенімді кооперативтер бар. Ең бастысы, тұрғын үй кооперативі арқылы үй алу сізге ипотекамен салыстырғанда көп арзанға түседі. Мен таяуда ғана Астана қаласынан тұрғын үй кооперативі арқылы пәтер сатып алдым. Қажетті соманың 35%-ін салғаннан кейін 1,5 жылдай кезек күтуге тура келді. Көп адамдар кооператив арқылы үй алмақ болып жүргенді естіген кезде ақшаңнан айырыласың, үйден айырыласың деп азғырып жатты. Дегенмен де кооператив туралы жан-жақты ақпарат алып, сенімді екеніне көзім жеткендіктен болар, мен ол таныстардың сөздеріне құлақ асқаным жоқ. Сөйтіп, кооператив арқылы маусым айында кезегім келгеннен кейін пәтер сатып алдым. Үйде сатып алу жұмыстарын түгелдей риэлтор атқарды. Сату кезінде ешқандай да қиындық болған жоқ. Айналдырған 3-4 күннің ішінде ғана еш қиындықсыз пәтерді сатып алып, құжаттарын түгел алдым. Сатушы өзі сұраған соманы түгелдей уақытында бірден қолма-қол ақша түрінде алғаннан кейін қатты риза болып қалдым. Мынау менің осы Астанадан сатып алған пәтерім. 5 қабатты кірпіштен салынған үй, 2014 жыл салынған, қаланың орталық бөлігінде. Қазір пәтерді мен жалға беріп қойдым. Сол жалға берген жалдан түскен ақша ай сайын төлейтін займды түгел жауып, үстіне кішкене пайда түсіпті. Мен кезінде Көкшетау қаласынан ипотекаға 2 пәтер сатып алған едім. Алғашқы жарна 30% төлегеннен кейін жетпейтін 70%-ды алып, оны 10 жылдың ішінде қайтарған кезде мен сол банктен алған соманы 2 есеге артық төлеген екен. Яғни пәтер маған 2 есе қымбатқа түсті. Оның үстіне жыл сайын страховка жасайды, тағы да басқа толып жатқан әурешіліктер көп. Ал енді кооперативі арқылы алған үй үшін мен тек 2 миллион теңгедей ғана үстеме ақы төлейді. Есептеп қарасам, бұл оншалықты қымбат емес, және бұл кооператив менен бір ғана құжат, жеке бас куәлігін ғана сұрады, басқа ешқандай құжат талап еткен жоқ, ешқандай әурешілік болған жоқ. Сондай бір жеңіл болды. Кооперативке кірген адамдардың бәрі де мынау сияқты жеке кабинетке ие болады. Сайты бар кооперативінің, онда барлық ақпараттар түгелдей бар және ашық көрініп тұрады. Сіз қанша ақша салдыңыз, қанша төленіп қалды, бәрі де алақанға салғандай көрінеді. Кооператив тағы бір артықшылық жағы, кез келген сәтте сіз шартты бұзып, ақшаңызды түгелдей қайтарып алуыңызға болады. тұрғын үй кооператив туралы толық ақпаратты осы видеоның астындағы сілтеме арқылы сайтқа кіріп алуыңызға болады.